Қайырлы күн, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ерекше десерт құлпынай қосылған галета дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен қамырын илейміз. Ұнға барлық құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Яғни ұнға қант, тұз, үшеуін қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң салқын сары майды ұнға салып араластырып батыра отырып, үккіштен өткізіп қосамыз. Сары май салқын болуы қажет. Содан соң оны осылай араластыра отырып, барлығын үгітеміз. Яғни крошка жағдайына жеткенге дейін осылай етіп үгітіп дайындап аламыз. Содан кейін оған суды қосып, қамыр илеуіміз қажет. Судың температурасы маңызды емес, кәдімгі жылы немесе салқын су болса да болады. Осылай араластыра отырып, қолға жабыспайтын жақсы қамыр илейміз. Қамырымыз, яғни галетаның негізі, основасы дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай осылай қолға жабыспайды. Содан соң оны целлофанға салып, тоңазытқышқа жібере тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін құлпынайды алып, осылай етіп кесіп дайындап аламыз. Содан соң оны таза ыдысқа салып, оған 1 ас қасық крахмал және де 1 ас қасық қант қосып, үшеуін жақсылап дайындаймыз. Салмасы үшін осы 3 сағат қана қажет. Салма да дайын болды. Енді тоңазытқышта тұрған қамырды алып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Осы рецептпен жасасаңыз, сізде 2 жүрек галета шығатын болады. Осылай қамырды бөлеміз және де оны жайып алуымыз қажет. Бірден қамырды пергаментті қағазға жайсаңыз, сол жақсырақ және оңайырақ болады. Қалыңдығы осы видеода көрсетілгендей жұқалау етіп жаямыз. Мінеки қалыңдығы осындай болу қажет. Содан соң оның жан-жағын кесіп, жүрек формасына келтіріп, әдемілеп кесіп аламыз. Жүрек формасындағы галетаның негізі, яғни основасы дайын болды. Енді оның үстіне начинкасын осылай орналастырамыз. Начинканы орналастырған кезде жан-жағынан 2-3 см ішке қарай орналасуы қажет. Яғни бос орын қалуы қажет. Сол бос тұрған қамырды осылай жасап, бортики дайындаймыз. Яғни жан-жағын әдемілеп тұрып, түйіп, ішке қарай қайырамыз. Барлық жеріне дәл солай жасап дайындап аламыз. Содан соң оған жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз жан-жағына. Және де өзіңіздің қалауыңызша кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыз болады. Содан кейін оны противенге орналастырып, 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бойы пісіреміз. Дәл солай екінші галетаны да дайындап аламыз. Мінеки пісіп дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай өте оңай дайындалады және де основасы, яғни коржы үшін жұмыртқа да қажет емес, қолжетімді ингредиенттерден тек құлпынай сатып алсаңыз болды. Өте дәмді және де қонақтарға ұсынсаңыз ерекше әдемі болып шығатын десерт. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Менімен видеоны көріп, соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәттілік.